Бізге бүгін Айбала деген әдемі сұлу қыз. Айбала, сіз 5 капсуласын іштіңіз, біздің Казбек компаниясының Ноллерінің. Сол сізде қандай жағдайлар болды алдында? Менде алдында мен приступ беріп құладым, ішім ауырып. Осыдан 4 ай бұрын ішім қатты ауырды, мен бүріп ауырды. Содан мен қалалық Алматы больницасына барып тексерілдім. Олар маған аппендицит деп жазып берді диагностикаға, назначениеға солай жазып берді. Еще олар мені 2 қабат деп тұрмысқа шықпаған екендігімді біле тұра 3 мәрте тексеруден өткізді. Bir күнде 3 гинеколог келіп тексеріп, солай жазып берді маған, мүмкін деп. Еще маған туберкулез деген назначениеға жазып берді. Мен ол жерде ешқандай жөтеліп те, құсып та, басым айналып та барған жоқпын. Мен тек ішім бүріп ауырғаннан құладым ол жерден. Содан олар маған Шымкентке жіберді. Мен Шымкентке барып, солардың назначениесімен мен система алдым. Сол системадан менде бауырда тұрып қалған тамырлардың арасында көк кемек болып тұрып қалғандығын байқадым. Осы назначениеға тексерілген кезде бауырымда тұрып қалғандығын және құрттардың бар екендігін көрдім. Сол құрттарда менде өт дұрыс жасамай, ішім жүрмей, ішім қатып қалып, запор болған екен. Еще зар мүшелерінен шыққан сулардың түстері өзгере бастады менде. Содан байқағандықтан мен денелерімнің бәрі бөртіп бастады, аллергия беріп, бетіме аллергия, қолыма аллергия, аяқтарыма аллергия беріп, терілерім ауыса бастады, денелерім қышып. 4 айдан бері өзімді жайсыз сезіндім. Түн ұйқым тыныш болмады десем де болады. Содан мен осы диагностиканы Инстаграм арқылы капероскопияға түстіңіз. Капероскопияға осы неге түстім, диагнозға. Содан өзімнің ішкі құрылысында қандай жағдай болып жатқандығын көрдім. Сосын осы отандық өнім деген соң осы дәріні алып ішуге келістім. 5 капсуласын алып іштім. Қазіргі уақытта 1 аптаның ішінде 5 күнде 5 капсуласын алып іштім. Уақытылы іштім және диетаны ұстадым. Мен майлы тағамдар, сүт тағамдарын ішкен жоқпын. Бірінші күннен менде аскаридалардың тіріде шыққандығын өз көзіммен көрдім. Екінші күнде менде зар мүшесінен майда құрттардың шыққандығын байқадым. Екі жақта да құрттар ары бері жүре деп айтты маған. Содан 2 күнде құрт шыққанын байқадым. 3-ші күнде дәрі ішкен кезде мен құса бастадым. Құсып, өт жолдармен менде почканың тазалануы деп айтты маған. Тазалануы. Содан менде іш көп өтті. Күніне үлкен дәретке 2 рет барып, 10 рет кіші дәретке барып жүрдім мен. Дәрі ішкеннен кейін. Қазір менің бұрынғыға қарағанда түн ұйқым тыныш болды. Өзіңізді жақсы сезініп жатырсыз. Өзімді жақсы сезініп қалдым. Құрттан денем жыбырламай қалғандай болды кәдімгідей. Ұйқым тыныш болды. Өзіңізде жыбырлағандай болып тұрды. Жыбырлағандай болатын. Бұрын ондай екен деп ойламайтын, осыншама асқынады деп. 3-ші этабына келіп тұрсы дегеннен кейін әлі де уақыт бар екен деп емделдім. Тағы да 2-ші капсуласын алуға, упаковкасын, қорапшасын алуға келдім бүгін. Өте керемет. Әрі қарай мен бүйрек жолдарын, өт жолдарын ары қарай запорларды дұрыстағым келді. Өте жақсы, тамаша, рахмет сізге.